Алматыдағы республикалық физика-математика 2015-2016 жылға оқу жылын маусымын аяқтап, мектеп мақтаныштарын марапаттады. 40 жылдан астам тарихы бар бұл білім шаңырағы соңғы 3 жыл бойы еліміздің ең үздік мектебі атанып келеді. Тәуелсіз қазақ елінің экономикалық саяси өмірі мен ғылым саласына сансыз үлес қосқан талай түлектерді қанаттандырған оқу ордасының барлық оқушысы озат. Ұстаздары жоғары санатты мамандар. Біліммен биікті бағындырған мықтыларды марапаттайтын дәстүрлі шара биыл 8-ші рет өтті. Алдымен ұрпақ тәрбиесі деген ұлы жолға енді бет бұрған ең үздік жас мұғалімдер мен үздік тәрбиешілер алғысқа кенелді. Одан соң талай шәкіртке тәлім берген ардагер ұстаздардың еселі еңбегі еленді. Оқушыларымыз барлығы білімді, талапты және өнерлі балалар. Жұмыс істеу өте оңай. Өйткені балалардың өзінің талпыныстары зор. Өте жоғары. Тапсырма бергеннің орнында олар артығымен 200% есе артық орындап береді. Ұстаздар ұлықталған соң ортаға оқушылар шықты. Халықаралық республикалық олимпиадаларда олжа салып, ғылыми жобалар байқауында топ жарып жүрген 70 оқушыға мақтау қағаздар табысталып, кеуделеріне естелік медальдар тағылды. Осы мектепті бітіргеніме өте қуаныштымын. Мектептегі осындай еліміздегі ең дарынды мектептердің бірінде оқығаныма, сол үшін ардақты да аяулы ұстаздарыма өте көп алғысымды білдіремін. Олардың осы біздің өмірімізге нәр беріп, бақыт бағдар сілтегеніне өте қатты қуаныштымын. Сол менің есімде мәңгілік болмақ. Ұстазы білікті, шәкірті құлықты қара шаңырақ биыл 44-ші оқу жылын аяқтады. Еліміздің білім ғылым, мәдениет, спорт саласына үлес қосады деп үміт күтерлік, түлектердің тағы бір буынын талаптандырды, қанаттандырды. Биылғы оқу жылында мектепте 895 оқушы оқыды, оның 298-і мектеп бітіреді, мектеп түлектері. 55 оқушы алтын белгіге үміткер, 15 оқушы үздік аттестатқа үміткер, 273 оқушы биылғы ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысуға үміт білдіріп отыр. Тек үздіктер ғана тәлім алатын оқу ордасы білім жүйесін үздіксіз жетілдіріп келеді. Сондықтан бүгін 11 жылдық оқуын тамамдаған талантты буын ертең елінің елеулі азаматы болары сөзсіз. Амангелді Сейтхан, Ержан Жаңбырбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы.